Сәлем балақай. Бүгін біздер әліпби сабағынан 73-ші сабақ ө әріпі және дыбысымен танысатын боламыз. Оқулықта берілген тапсырмаларды бірге орындаймыз. Кәне оқуымызға назар аударайық. Ең алдымен біздер суретті көреміз, иә? Бұл жерде қыз бала не істеп жатыр? Белдемшесіне өрнек салып жатыр. Я кесте тігіп жатыр. Кәне бұл жердегі өрнек деген сөзді алайық. Өрнек неше буыннан тұрады? 2 буыннан тұрады. Өрнек. Енді дыбыстық талдау жасайық. Ө дауысты созылыңқы айтылады, иә? Келесі р дауыссыз, н дауыссыз, е дауысты, к дауыссыз дыбыс. Яғни бұл дауысты дыбыс. Енді осы ө дыбысы және әрпіне берілген астындағы сөздерді бірге оқып шығайық. Өнер, өнерлі, өлең, өзен, бөрік, көрік, өрнек, өрмек. Астында өнерлі балалар деген мәтін берілген. Қанат, қамшы, өрді. Таңат, өлеңді мәнерлеп оқыды. Өмірбек күй шертті. Әсем қағазға өрнек салды. Олар өнерлі балалар. Яғни бұл жерде балалардың әрбіреуінің өзінің әдемі өрнек жасайтындығы туралы айтылған, иә? Қанат қамшы өреді. Таңат өлеңді мәнерлеп оқи алады. Өмірбек күйді өте жақсы орындайды. Әсем қағазға өрнек салады екен, иә? Бұл балаларды біздер өнерлі балалар деп айтамыз екен. Енді келесі астында берілген тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде ненің суреттерін көреміз? Бота, бұзау, құлын, қозы және лақ. Бұларды балалар біз бір сөзбен не деп айтамыз? Төлдер деп айтамыз. Үй жануарының төлдері. Кәне бұл сөзге дыбыстық талдау жасайық. Бұл жерде бірнеше төл болғаннан кейін біздер оны төлдер деп айтамыз. Яғни бұл жерде бір ғана төл тұрған жоқ, бірнеше төл тұр. Сондықтан ол көпше түрде айтылады. Т дауыссыз дыбыс, ө дауысты дыбыс, л дауыссыз дыбыс, д дауыссыз дыбыс, е дауысты дыбыс, р дауыссыз дыбыс. Балақай, сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше, тапсырма түсінікті болған болса, каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.